Дәл қазір телефондарыңыз қайда? Аха. Біреудің қолында, менікі қалтамда, біреудікі сөмкесінде. Ең қауіптісі ол телефонның әрдайым ойда болуы. Және ұстаз ретінде біздің көретініміз сабақ барысында балалардың телефонға деген махаббаты. Тезірек қоңырау болса екен, бастаған ойынымды ары қарай жалғастыратын. Тезірек қоңырау болса екен, киномды ары қарай жалғастыратын. Тезірек қоңырау болса екен, үйдегілерге хат жазатын. Осыдан 3 жыл бұрын мемлекеттік практикадан өтетін болдым. Студент едім. Бір мектепке барып, практикадан өтуім керек болды. Мен ойымда сол кезде бір сұрақ мазалады. Сабақты қалай қызықты өткізсем болады? Қандай әдіс-тәсіл қолдансам болады деп. Сол сәтте мен үнемі өзімнің оқушыларымнан көмек сұраймын. Яғни, анкета аламын. Сізге сабақты қандай форматта өткізсе ұнайтын еді? Немесе сабақта нені қолданғанды қалайсың дедім. Барлық оқушылар өзінің пікірін жазып бастады. Оларды жинап алып оқыдым. Ішіндегі маған ерекше болған бір ой, апай, өтініш, сабақта телефон қолдануға рұқсат беріңізші деген болды. Мен таңғалдым. Маған түскен ендігі тапсырма телефон арқылы сабақты түсіндіру керек болды. Демек, телефонсыз телефонда қалай сабақты түсіндіремін? Телефонда ішінде біз ең жиі қолданатын ол не нәрсе? Телефонның ішінде ең көп нені қолданамыз? WhatsApp, түрлі әлеуметтік желілер. Демек, мен әлеуметтік желі арқылы биология пәнін түсіндіруім керек болды. Нау суретке назар аударсаңыздар. Сол күнгі сабақ тақырыбы осы лабиринтпен басталды. Бұл адам денесіндегі қандай ағзаға ұқсас? Ішек, ми, нервы, қан тамырлары, барлығы мүмкін. Дәл осы сіздер секілді сол кезде сыныпта да оқушылар солай жарыса өз варианттарын айтып бастады. Бірақ біздің бүгінгі тақырыбымыз құлақ құрылысы болатын. Лабиринтті не үшін қойдым? Себебі құлақтың ішіндегі лабиринт атты сүйек бар екенін осы арқылы көрсеткім келді. Әрі қарай сабақты әлеуметтік желі бойынша жалғастырып кеттім. Үй жұмысын тексеруді Facebook әдісі арқылы бастадым. Жаңа тақырыпты түсіндіруді YouTube әдісі арқылы жүргіздім. Сабақ тапсырмаларын WhatsApp немесе Instagram әлеуметтік желілері арқылы жүргіздім. Қалай дейсіз ғой? Instagram әлеуметтік желісінің функциясына назар аударайық. Ол жақта ең бірінші адамдар пост жасайды. Сурет қояды, пост жазады. Демек, сол күнгі балалардың тапсырмасы да Instagram пост жасау керек болды. Сыныптағы балаларды құлақтың құрылысы секілді сыртқы, ортаңғы және ішкі құлақ деп бөлдім. Және әр топтың тапсырмалары да Instagramға пост шығару керек болды. Сол құлақ құрылысын салып, ол туралы мәліметпен бөлісу керек болды. Бағалау жүйесі қандай болды дейсіз ғой? Әдетте біз сыныпта мұғалімдер балаларды 9, 8, 10 деген сияқты бағалармен бағалайтын болсақ, сол күнгі бағалау жүйесі қалай болды деп ойлайсыздар? Лайк және комментарий. Демек, балалар пост жасайды және бір-бірінің жұмысын лайк қою немесе комментарий жазу арқылы бағалады. Осы әлеуметтік желіні ары қарай жалғастыру үшін балаларға үй тапсырмасы да сол арқылы берілді. Құлақ құрылысы туралы қызықты тың мәліметтерді түрлі әлеуметтік желілерді қолдану арқылы жинап келу керек болды. Телефонсыз биологияның бір сабағы осылай өтті. Сол сабақ бітті, мұғалімдер бөлмесіне бардым. Жаңағы пікірді жазған оқушым артынан жүгіріп кепті. Апай, сізге рахмет, менің пікірімді, менің ойымды елегеніңіз үшін деп.
Бұл сәт мұғалімдікке енді қадам бастап жатқан маған өте үлкен бір мотивация болды. Ал енді елестетіңіздер. Бәріміз жирный болайық. Елестетіп көрдіңіздер ме? Бәлкім сіз елестеткендей болмаса да, майдың қасиетінен үлгі алайық. Мектебімізде ынтымақтастық айы еді. Бүгінгі тақырып органикалық қосылыстар, майлар болатын. Пән мұғалімі ретінде оқушылар сыныпқа кіріп шыққан сәттерінде олардың арасындағы бір кикілжіңді байқайтынбыз. Немесе тапсырмалар орындау барысында да агрессиямен ұрысып кетеді, бір тапсырма орындап жатқанда жоқ, менікі дұрыс деген сияқты өз пікірлерін алға тартатын оқушыларды көріп бастадық. Маған түскен міндет, пән мұғалімі ретінде мен о балаларға қалай ұрыспау керек екенін жеткізсем болады деп ойландым. Сол күнгі тақырыптың да майлар болғаны мені қатты қуантты. Себебі органикалық қосылыстардың ішінде өзі 4 топқа бөлінеді. Сол топта майларды басқа органикалық құрылыстардан ерекшелейтін қасиет ол ауызбіршілік, бірлік, ынтымақтастық еді. Су да, от та ол майдың құрылысын ешқалай бұза алмайды. Демек, сол сабағымды осы сөзбен бастап, балаларға ары қарай майдың құрылысын түсіндіріп кеттім. Және де біраз уақыт өткеннен кейін қарасам, қыздар егер ұрысуға бет алып жатса, бірден қыздар ұрыспаймыз, май сияқты боламыз деп әзіл күйінде ол сөзді қолданатынын байқадым. Бұл сөздің әзіл екенін әзіл ретінде қолданатындығын барлығы байқаса да, сөздің түп төркінін түсініп тұрған қыздардың жанарынан байқалатын. Бәлкім бұл балдар болашақта дәрігер болып кетпес. Бәлкім бұл балдар биология ғылымының докторы болып кетпес, ғалым болып кетпес, биология пәнінің мұғалімі болып кетпес. Бірақ сабақтағы сол бір кішкене сәт бала жадында біраз қалады деп сенемін. Мұғалімдерді үнемі алаңдататын сұрақ ол: қандай әдіс тәсіл қолдансам болады? Сабаққа не жаңалық алып келсем болады? Сабақты қалай өмірмен байланыстырсам болады деген сұрақ. Бұл сұраққа алаңдамаңыздар. Себебі бұдан маңызды сұрақ. Сабақты қалай өмірмен байланыстырамын емес, өмірден қалай сабақ аламын деген сұрақ болуы керек. Өмірдің, күнделікті өмірден қай құндылықты өз сабағыма кіріктірсем болады деген сұрақ. Адалдықты, әділеттілікті, әділдікті үйрету үшін жай ғана хоккей ойынынан үлгі алыңыздар. Кез келген пән мұғалімі ретінде хоккейдегі 2 минуттық штрафты алыңыз. Ойын шарты бойынша, ойыншы егер ойын шартын бұзса, оған 2 минуттық штраф беріледі. Сіз де өз сабағыңызда, физика сабағында, бала тәртіпсіздік жасаса, 2 минуттық штраф беріңіз. Немесе баршаға танымал футбол ойыны. Сары, қызыл карточкаларды қазір барлықтарын шулайтын болсаңдар, футбол ойынын бастап кетеміз деп жалғастырыңыз. Бұл жай ғана менің ойымнан шыққан әдіс тәсілдер. Тағы да бір қосарым, жол жүру ережелері. Барлығымыздың өмірімізге керек болатын ережелер. Сіз де сабақ барысында осы ережелерді пән мұғалімі ретінде, мұғалім ретінде өз сыныбыңызға алып келіңіз. Сол белгілерді қойыңыз, белгілі бір мағына беріңіз. Бұлар қиын емес. Бұл әдіс тәсілдерді ойлау. Жан-жағыңызға қараңыз, бір әдіс тәсілді сабағыңызға кіріктіріңіз, өмірмен байланыстырыңыз. Мысалға, күнделікті барлығыңыз жейтін жай ғана бешбармақ. Ет, қамыр, тұздық. Ол жердегі ең маңызды нәрсе ол ет. Үнемі қайнап тұруы шарт. Сол секілді сыныпта да бір фокус группаны дайындаңыз. Сабақ бойынша есеп шығаратын топ. Және де етті біз ұсынатын сәтте беретін, қоятын фишкасы, маңызды фишкасы ол тұздық. Демек, 3-ші группа бізде ол сыныптың презентациясына жауапты болсын. Осы секілді түрлі өмірді өз сабағыңызға кіріктіріңіз.
Қазірден бастаңыз. 1 жылдан кейін 36%-ға өскеніңізді байқайсыз. Рахмет.